Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Кореяда метроны қалай пайдалануға болатыны жайында айтып өтуді жөн көрдім. Сол үшін станция Сеулға келдік. Енді менімен бірге болсаңыздар, станция Сеулдан бастап метроны қалай мінуге болады және қалай пайдалануға болатыны жайында көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал енді өздеріңізге метроны қалай пайдалану жолын көрсетпес бұрын Сеул станциясына келгендіктен Сеул станциясы қалай және қай жерде орналасқан жайлы азда болса көрсетіп өтейін. Бұл бұрынғы Сеул станциясы 1925 жылы құралған, 2004 жылға дейін осы станцияны пайдаланды адамдар. Ал қазір жаңа Сеул станциясына барып сол жерді көрсететін боламын. Бұрынғы Сеул станциясы қазіргі таңда бұл музей болып тұр. Енді жаңа станцияны көруге бірге барайық. Сеул Йокта, яғни станция Сеулда тек қана метроға ғана мініп қоймай, алыс жақын облыстарға, аудандарға баратын KTX пойыздағына мінуге болады. Ал бүгін мен сіздерге тек қана метроны қалай пайдалануға болатыны жайында көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Метроның алғашқы басталуы әр линияда әртүрлі болғанымен, қазіргі бірінші линияның басталуы таңертең ең бірінші жүру уақыты сағат 5:30. Ал одан кейінгісі кешке таман метроның аяқталу уақыты сағат 11 және 11:10-дарда бітеді. Бірақ әр линияның уақыты әртүрлі болғандықтан, оны сіздер интернет арқылы Naver немесе Google'дан іздеп табуларыңызға болады. Ең алдымен метроға міну үшін сіздер билет сатып алуларыңыз қажет. Ол үшін мынандай аппараттан билет ала аласыздар. Ал бірақ Корей елінің азаматтары өздерінің қолында арнайы жол жүретін карталары болғандықтан бұндай аппараттан билет ала бермейді. Ал шетелдің адамдары келген, о жерге қонақ болып келген адамдарда қолында карта болмағандықтан осындай аппараттардан карта алады. Енді осы аппараттан картаны қалай алуға болатыны жайында түсіндіріп өтемін. Ең алдымен келгеннен кейін тілін ағылшын тіліне аударып алып, қайда баратынымызды таңдаймыз. Мен Буппьонг Шижанға баратындықтан Б әріпін таңдаймын. Буппьонг Шижанды таңдап, мен бір адам барамыз. Бұның үшінде бір билет алғаннан кейін 500 вонын кейін сіздерге депозит ретінде қайтарып береді. Ал ақшаны мына жерге саламыз. Бұл жерге 1000 воннан бастап 50 000 вонға дейінгі үлкен сумаларда салына береді. Және билет мына жерден шығады. Билет міне осы жерден шығады сізге. Және сіздің қалған ақшаңызды қайтарып береді. Билет мына жерден аласыз, қалған ақшаңызды мына жерден аласыз астынан. Қалған ақшаңызды осы жерден алғаннан кейін осы билет арқылы кіре аласыз.
метроны бір ғана рет пайдаланатын адамдар осы аппараттан алғанымен, метроны көп рет пайдаланатын адамдар үшін мынау аппаратта өте ыңғайлы. Бұл аппараттан сіз арнайы көбірек пайдаланатын картаны сатып аласыз. Ол үшін картаны сатып алуды басасыз, және мына басқаннан кейін қай картаны таңдайсыз, соны басасыз. Бұның айырмашылығы тек суреттерінде ғана. Мен мына картаны таңдаймын және мында ақшасын саламын. Осылай міне карта шығады, және осы картаны алғаннан кейін ашсаңыз, коробканың ішінде карта болады. Бұл картаны ашсаңыз, міне мынандай карта бар. Және осы картаны сіз өзіңізге ішіне ақша салып қолдан аласыз, бірнеше рет пайдалана аласыз. Ол үшін бұл картаны мына жерге қойсаңыз, қанша ақша салатыныңыз белгілі болады. Мен мысалға 10 000 вон саламын. 10 000 вонды салғаннан кейін ақшаны мына жерге салсаңыз, болғаны өзі енді ішінде 10 000 вон пайда болды. Енді осы карта арқылы сіз Кореяның метросында 13 000 воныңыз біткенше жүре аласыз. Яғни бұл бір рет қана метроға мінетін карта емес, көбірек метроны мініп пайдаланатын карта болып есептелінеді сізге. Біз мысалға қазір станция Сеулда тұрмыз. Осы жерден станция Итеонға бару үшін 4-ші линия станция Самгакчиға дейін келіп, осы жерде осы домалақтың белгісі ауысып міну дегенді білдіреді. Осы жерден станция Ноксапьоңның бағытына қарай мінеміз. Және осы жерден Итеонға келіп түсеміз. Және де әр линияның өзінің түстері болады. Мысалға біз станция Сойосонға бару үшін бірінші линияның қай жерде екенін міне мына жерден көре аламыз. Станция Сойосон осы жерге келіп, осы бірінші линия екенін көруге болады. Енді осы карта арқылы сіз мына жерді мынаны басу арқылы осылай кіре аласыз. Метроға мінетін кездеріңізде осындай таның код, яғни міну деген стрелка тұрады. Осы арқылы сіздер түсіп мінсеңіздер болады. Қазір біз бірінші линиядан 10 суйыққа дейін барып, одан кейін 7-ші линияға, яғни Бупенгшижанға барып ауысамыз. Менімен бірге болыңыздар. Метроның ішінде және де қарт кісілерге, әйел адамдарға, аяғы ауыр әйел адамдарға және балалы адамдарға арналған арнайы орындар бар. Осы орындарға сіздер жастар отырмауларыңыз қажет. Егер де байқаусызда отырып қойсаңыздар, қарт кісілер келгенде міндетті түрде орындарыңыздан тұрып орын беріңіздер. Әйтпесе сіздерге ұрсуы мүмкін. Бұл метроның ішінде адамдарға арналған барлық жайларды жасап қойған. Оның бірі Wi-Fi. Сіздер кез келген уақытта тегін Wi-Fi қолдана аласыздар, және де жаздың күні кондиционерді қосып қойған. Осы арқылы кондиционер болғандықтан сіздер өте ыңғайлы, қолайлы бара аласыздар. Ал қыстың күні бұл жерде жылы печкалар аяқтарыңыздың астына қосылып қояды. Сондықтан метро өте ыңғайлы. Кореяда метроларда үлкен адамдар келген кезде жастар әрине орын беру керек. Ол да біздің елдегі бар салт-дәстүрдің бірі. Бірақ қазіргі жастардың барлығы ұялы телефондарын қараймын деп, барлығы орындарын бермейді. Көбінесе орын беруге тұрмайды. Сондықтан тағы да бір амалы, егер де сіз орынға отырған, Кореяда метроның ішінде адамдар өте көп неді, орын көп бола бермейді. Ал егер де орындарға отырғыңыз келсе, қарт кісілердің алдына тұрсаңыз, олар қарт кісілер алысқа бармағандықтан тез түседі. Сол кезде сіз отыра аласыз орындыққа.
метроның ішінде адамдардың көп болғандықтан қай станцияға келгеніңізде дауысы естілмеуі мүмкін. Және де корей тілін білмейтіндер болса, қай станцияға келгеніңізді білмейтіндерге арнап жоғарыда көрсетілген стрелка бойынша сіз қай станцияға келгеніңізді білуге болады. Және ол станцияда ең ыңғайлысы корей тілінде, ағылшын тілінде және қытай тілінде жазатын болғандықтан ағылшын тіліндегісін оқуларыңызға да болады. Біз қазір енді бірінші линиядан түсіп, 10 ұйыққа келдік. Бірінші линия бізде көк свет. Енді біз ауысып міну үшін жетінші линия, яғни жасыл светті жетінші линияға ауысып мінеміз. Әр линияның түсі әртүрлі болғандықтан, бұл жетінші линияның түсі жасыл түс болып есептелінеді. Міне осылай ауысып міну, яғни Каратанунгот деген жерден осылай түссеңіздер болады. Және де Кореяның әр эскалейтасында Кореяның адамдары өте жаңағыдай қолдары босалмайды, жүгіріп жүргендіктен асықпай түсетін адам эскалейтаның оң жағында тұрады. Және екі қатарға бірдей тұруға болмайды, өйткені бірінші қатардан асығыс адамдар жүгіріп өту үшін. Міне осылай біз қазір 7-ші линияға мінетін болғандықтан, осы 7 санын және жасыл светті арқылы іздеп тауып барсаңыздар болады. Осылай жасыл түсті стрелканың артынан келе берсеңіз, сіз метроға мінетін есіктің алдына дейін келесіз, және осы жерде метроға мінуге болады. Ал егер де сіз осы жерден керісінше бірінші линияға мінетін болсаңыз, осы көк стрелка бойынша жүріп отырған жағдайда бірінші линияға баруға болады. Осылай сіз метроға міне аласыз. Ал енді бүгін біз метро жайлы түсірілімізді аяқтауға жақын қалдық. Енді метродан түскеннен кейін сыртқа шығу үшін алдымен Нагаги деген сарымен жазылған стрелка арқылы шықсаңыз болады. Және де ескерту, әр метрода шығатын есіктер өте көп. Олар бірнеше номерлермен номерленіп қояды. Сіз алдын ала шығатын номерді біліп алып, алдын ала барлығын ойластырып қоймасаңыз, бір станцияның өзінде шығу есігі әртүрлі болғандықтан шатасып кетуіңіз әбден мүмкін. Ал енді метродан шығу үшін жаңағы сіздер басып кірген карта арқылы қайтадан осы картаны басып шығасыздар. Ал енді қазір біз жаңағы мен айтқан карта алған кезде 500 вондарыңызды қайтарып береді деп айтқан болатынмын. Біткеннен кейін міндетті түрде осы жерге карталарыңызды салсаңыздар, сіздерге 500 вон ақшаларыңызды қайтарып береді. Бұны депозит деп атайды. Және де бұл аппаратты қалай қолдануды білмеген жағдайда арттарыңызда сары киімде жұмысшы бар, сол кісіден сұрасаңыздар болады, немесе мына жердегі қызыл кнопканы бассаңыздар, сіздерге жұмысшы келіп көрсетеді, яғни көмектеседі. Қалай қолдану қажет екенін сіздерге көмектеседі. Және де әрбір метроның ішінде осындай анықтама бөлмелері бар. Олар сіздерге метроның ішінде мысалға сіздер сумкаларыңызды немесе де басқа заттарыңызды тастап немесе ұмытып кеткен жағдайда осы анықтама бөлмесіне келіп көмек сұрасаңыздар, осы кісілер сіздерге барлығынан көмектеседі. Немесе билет алу жолдарын білмесеңіздер де осы анықтама қызметкерлеріне келіп сұрасаңыздар, осы кісілер сіздерге көмектеседі. Және де тағы бір айта кететін жайт, бұл барлық метро, барлық станцияларда бар емес, бірақ кейбірлерінде кездеседі. Осындай сіздер асығыс кезде соткаларыңызды зарядтауға болады.
Және де тағы бір айта кететін жайт, Кореяда жүрген кездеріңізде сыртқа шығу, яғни дәретханаға барғыларыңыз келген жағдайда кез келген метроларға, жаңағыдай жердің астына метроға мінетін жерге келсеңіздер, дәретханалар осылай орналасқан. Оларды тегін қолдана аласыздар. Және де тағы бір айта кететін жайт, Кореяда метролардың ішінде ана мен балаға арналған осындай бөлмелер бар. Осы бөлмелердің ішінде балаңызға арналған барлық мүмкіндіктер жасалынған, яғни егер балаңыздың тамағын жылытып беретін болсаңыз, ішінде микроволновкалар, су барлығы бар. Осы бөлмені қолдану үшін келген кездеріңізде мына кнопканы бассаңыз болғаны, осы жердің жұмысшысы келіп, есігін ашып береді және ыңғайлы пайдалана аласыздар. Қазірге дейін сіздерге Кореяда метроны қалай пайдалануға болатыны жайлы аз да болса мәлімет бердім деген үміттемін және ойлаймын. Қазір осы уақытқа дейін мені тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осы видео ұнаса, немесе осы видеоны бақылап қарап отырсаңыздар, астына сұрақтарыңыз болса, астына пікір қалдырып, тіркеліп қойсаңыздар, мен үшін өте маңызды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.